Бұл оқиға қарапайым қойшы Джордждан басталады. Таңертең ол өзінің қызы Ребеккаға хат жазып, ауылдағы тыныш тіршілік туралы баяндап отыр еді. Бір сәттен кейін кішкентай қозылар бірінің үстіне бірі шығып, терезеге дейін саты жасап, оған тұратын уақыт болғанын еске салады. Джордж үйінен шығып, таза ауамен таныстап, өзіне тиесілі кең жайылымдағы қойларға сүйсіне қарайды. Ол әр қойнына мінезіне қарай ат қойған. Әрі оларды қарапайым, мал емес, нағыз достары санайтын. Олардың ішінде Себастьян есімді ақылды қошқар ерекше көзге түсетін. Ол өзгелерден оқшау жүретін, бірақ Джордж екеуінің арасында ерекше байланыс бар еді. Ал Лили болса бүкіл отардағы ең зерек қой болатын. Джордж кейде оны тіпті ойын оқи алады деп әзілдейтін. Ол қойларын ерекше жақсы көретін және күн сайын таңғы 5-те тұрып, алдымен азығын дайындайтын. Кейін жүнін қырқып, жуас қойларды әткеншекке отырғызып ойнататын. Кешкі мезгіл Джордж үшін ең сүйікті уақыт еді. Күн батқан соң ол шешілмеген қылмыстар жайлы детектив кітаптарын алып шығып қойларға дауыстап оқып беретін. Әр жұмбақтың шешімін бәрі бірге іздеуге тырысатын. Ең таңқаларлығы қойлар шөптің үстіне жайғасып алып, әңгімені адамдар секілді ұйып тыңдайтын. Джордж оқиғаны үнемі ең қызық жеріне келгенде тоқтататындықтан, қойлар келесі күні тағатсыздана күтетін. Джордж ұйықтауға кеткен соң қойлардың өздері қызу талқылауға кірісетін. Олар кісі өлтірушінің кім екенін болжаумен таңға дейін дауласып шығады. Әсіресе Лили қылмыскер кітаптағы кейіпкердің жиені екеніне сенімді болатын. Келесі күні әңгіменің соңын тыңдағанда дәл Лилидің болжамы дұрыс болып шығады. Осылайша оның бәрінің ақылды екені тағы бір рет дәлелденді. Бірақ отарда бәрінен ерекше бір кішкентай қошқар бар еді. Ол қыста дүниеге келгендіктен басқа қойлар оны өз қатарына қабылдамайтын. Неліктен бұлай екенін ешкім түсіндірмейді. Лили қанша тырысқанымен өзгелердің көзқарасын өзгерте алмайды. Бұл олардың мінезіндегі ең жұмбақ құпиялардың бірі болып қала береді. Сол күні қойлар бірнеше күннен бері көрінбей кеткен Себастьян туралы әңгімелей бастайды. Оның анда-санда жоғалып кетуі үйреншікті жағдай болғанымен, бұл жолы Лили қатты алаңдайды. Осы кезде жайылымға тағы бір қойшы Калеб келеді. Ол Джорджбен сөйлесу үшін үйге кіреді. Қойлар олардың не жайлы сөйлескенін тыңдамақ болады. Бірақ көп ұзамай Калеб ашумен үйден қуып шығып, Джордж оған енді ешқашан келмеуін бұйырады. Осылайша екеуінің арасында үлкен жанжал болғаны белгілі болады. Дәл сол күні ауылға қолына фотоаппарат ұстаған жас жігіт келеді. Оның аты Эллиот болатын. Қонақ үйдің иесі Бет пошташы әйелмен сөйлесіп отырып, Джордж бен Америка тұратын Ребекканың бір-біріне хат жазып жүргенін айтып береді. Хаттардың ішінде қолдан салынған суреттер мен әтірдің жұпар иісі болғандықтан, олардың арасында махаббат бар деп ойлайды. Пошташы кетер сәтте Бет байқатпай Джордждың хатын ұрлап алады. Эллиот ауылдағы үлкен мерекені суретке түсіру үшін келгенін айтады. Алайда дайындықты көргенде көңілі қалады. Бар болғаны бірнеше үстелге ірімшік пен кітаптар қойған екен. Сонда да амалсыз осы шағын мерекені түсіруге келіседі. Сол түні аспанда қара бұлт торлап қатты дауыл басталады. Найзағайдың жарқылы қойларды қорқытады. Олар әдеттегідей Джордждың сыртқа шығып жаңа детектив оқып беруін күтеді. Осы уақытта Лили кішкентай қозыларды тыныштандырып, күннің күркірі аспанда өмір сүретін қошқарлардың тұяқтарының дүбір екенін айтады. Бір күні барлық қойлар бұл дүниеден өткен соң бұлт қайналып, солардың қатарынан қосылады деп түсіндіреді. Ал ауылдың әр түкпірінде күмәнді көріністер орын алып жатады. Шіркеудің қызметкері сейфінде болуы тиіс мөлшерден әлдеқайда көп ақша сақтайды. Қасапшы болса кешке дейін пышақтарын қайрап отырады. Ал Бет Джордждың ұрланған хатын ашып оқып шығып, аяқ астынан қатты ашуға булығып, жанындағы затты теуіп жібереді. Осы кезде Эллиот жаңбырда көлігін басқара алмай, жол шетіндегі ағашқа соғылады. Оған бір қарт әйел көмектесіп, дәл ең қызық мезгілде келгенін, жақында ауыл мерекесі басталатынын айтады. Кейін Эллиот терезеден қолында шамы бар белгісіз адамның түн қараңғысында жүріп бара жатқанын байқайды. Арада аз уақыт өткенде әлгі адамның шамы кенет сөніп қалады. Бейтаныс жан өз-өзін жасырғысы келгендей әсер қалдырды. Сол түні Джордждың үйінің есігі қағылады. Ал таң атқанда дауыл басылып, қойлар әдеттегідей оянады. Бірақ бұл жолы бәрі үйдің сыртында жиналады. Джордж жерде қозғалысы жатыр екен. Лили мұны ойын шығар деп ойлап, кім бірінші қозғалса, сол ұтылады дейді. Алайда отардағы ең кәрі қой Мопол жақындап келіп, Джордждың енді демалмай жатқанын түсіндіреді. Лили адамдар да қойлар сияқты бұлтқа айналады деп сұрайды. Өкінішке қарай, Мопол адамдарға ондай мүмкіндік берілмейтінін айтады. Бұл хабар бүкіл отарды қайғыға батырады. Біраз уақыттан кейін Лили бәрін ұмытып кеткен дұрыс шығар дейді. Осы сәтте қойлардың ерекше қабілеті бар екені белгілі болады. Олар өміріндегі кез келген естелікті әдейі өшіре алады екен. Джордждың өлімі тым ауыр болғандықтан, бәрі оны мүлде ұмытып жіберуге келіседі. Алайда дәл осы кезде жоғалып кеткен Себастьян қайта оралып, оларды тоқтатады. Оның пікірінше, Джордж ешқашан ұмытылуға лайық емес. Сол сәтте кішкентай қозылардың бірі, егер бұл Джордж оқып берген детективтердің бірі болса, не болар еді деп сұрайды. Осы сөз Лилиді ойландырады. Ол Джордждың ешқашан бас киімсіз сыртқа шықпайтынын есіне түсіреді. Бірақ оның денесі бас киімсіз табылған еді. Көп ұзамай Калеб полиция шақырады. Оқиға орнына жедел жәрдем, полиция және офицер тим келеді. Калеб Джордждан кейбір құжаттарға қол қоюын сұрамақ болғанын, жауап болмаған соң сырттан оның денесін тауып алғанын айтып береді. Ал қасапшы Джордждың қойларын санап шығып, енді ешкім кәсібіне кедергі келтірмейді деп қуанады. Оның ойынша қойлардың бәрі көп ұзамай етке айналады. Бірақ Лилиді басқа нәрсе мазалайды. Егер түнде қатты дауыл болған болса, Джордж неге бас киімі мен жамбырлығын кимей сыртқа шыққан? Бұл еш қисынға келмейтін. Ол терезеден үйдің ішіне көз салып, киімдерінің сол күйі ілулі тұрған көреді. Сонымен қатар үстелде бір бөтелке виски мен 2 стақан тұрған байқайды. Демек, Джордж сол түні жалғыз болмаған. Осы кезде Эллиот келіп, оқиға орнын суретке түсіре бастайды. Офицер тим болса, бұл жерде күмәнді ештеңе жоқ деп кетпек болады. Бірақ қалада өскен Эллиот кез келген өлім мұқият тексерілуі тиіс екенін айтып, үйдің ішін қарап шығады. Ол үстелдегі 2 стақанды және үй ішіндегі төбелестің іздерін көрсетеді. Осыдан кейін Джордждың табиғи өліммен өлмегені анық байқалады. Бұл жайт Тимді қатты қорқытады. Эллиот одан қылмыстан сонша қорқатын болса, неге полицияға жұмысқа тұрғанын сұрайды. Тим бос орын болған соң ғана осы қызметке кіргенін айтып, ешқандай тергеу жүргізілмеген
көріскісі келмейтінін ашық мойындайды. Ал Лили болса Джордждың шынымен өлтірілгеніне сенімді еді. Джордждың оқып берген барлық детективтерінен алған тәжірибесіне сүйене отырып, ол үстелдегі 2 стақанды талдайды. Оның ойынша, Джорджбен бірге отырған адам ішімдікке оқ қосқан. Уланған Джордж көмек сұрау үшін сыртқа жүгіріп шыққанымен, үйдің жанында жан тапсырған. Қойлар үшін бұл жай ғана болжам емес, барлық дәлелдің бір-бірімен үйлесіп тұрғанын логикалық қорытындысы еді. Себастьян қойлардың қылмыскерді табамыз деген әрекеттерін керек етеді. Бірақ Лили бәрібір бүкіл отырды дәлел іздеуге көндіреді. Олар ферманың әр бұрышын 5 саусағында біледі. Сондықтан бұрын байқалмаған кез келген өзгерісті таба алатындарында сенімді. Оның үстіне қойлардың иіс сезу қабілеті өте мықты еді. Сол қасиет тергеудегі ең маңызды құралға айналады. Қыста туған кішкентай қошқар Джордждың рухының денесінің бөлініп шыққанын көрген айтқысы келеді. Алайда ешкім оған құлақ аспайды. Ол бұрынғыдай бәріне шеттетілген күйінде қалады. Кенет шіркеудің қоңырауы соғылады. Лили, Джордж оқып берген барлық детективтерде қылмыстан кейін адамдар жиналатын маңызды кездесу болатынын есіне түсіреді. Әдетте дәл сондай жерде қылмыскердің мінезі байқалады. Сондықтан олар да шіркеуге барып, барлық күдіктілерді бақылауға бел буады. Бірақ Себастьян олардың батылдығына күмәнданады. Ол қойлардың ешқашан фермадан ұзап көрмеген айтып, оларды қорқақ әрі ерке деп мазақтайды. Тіпті қара өзеннен өте алмайсыңдар деп сенімді түрде мәлімдейді. Лили мен Мопол алғаш рет асфальт жолдың жанында келгенде қатты қорқып қалады. Бір тауықтың еш алаңдамай жолдан өте салғанын көріп, олар өздерін жігерлендіріп, бір-біріне сүйеніп жолдан өтеді. Жолдың арғы бетіне шыққан соң бұл жетістіктерін үлкен жеңіс ретінде атап өтеді. Алайда Себастьян олардың қуанышын бастады. Оның айтуынша, бұл небәрі бастамасы ғана еді. Шіркеуге дейін әлі 3 шақырымдай жол қалды. Ұзақ соқпардардан, өзендер мен батпақты жерлерден өткен соң, Себастьян өзгелердің батылдығына шын мәнінде тәнті болады. Өзі мұндай жолды күн сайын жүретін болса да, Лили мен басқа қойлардың еш қорықпай соңына дейін жетуге деген табандылығын жоғары бағалайды. Лили жол бойы бәріне тағы бір маңызды ережені еске салады. Детективтердің көбінде қылмыскер өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысады. Сондықтан олар шіркеуге ешкімге сене алмай, бәрін мұқият бақылау керек. Әсіресе полицияға сенуге болмайды. Ақыры қойлар ауылға жетеді. Себастьян оларды көшелермен ертіп жүріп, ауылды таныстырады. Кейін шіркеу ауласындағы қабірлерге алып келеді. Ол адамдар өлген соң бұлтқа айналмайтынын, сол себепті осында жерленетінін түсіндіреді. Себастьян адамдар Құдай деп атайтын көрінбейтін құдірет туралы да әңгімелейді. Қойлардың түсінігінше Құдай адамдардың бақташысы. Адамдар оны нанның ішінде көреді екен. Мұны естіген Мопол адамдар өз бақташысын жеп қояды екен деп таңырқап, оларды есінен адасқан халық деп есептейді. Осы кезде Элиот бастығымен телефон арқылы сөйлесіп, ауылда кісі өлтіру болған хабарлайды. Ол фестиваль жайлы материал дайындаудың орнын осы қылмысты зерттеуге рұқсат сұрайды. Ал ауыл алаңында офицер Тим тұрғындарды жинап, сараптама қорытындысын жариялайды. Джордж токсин атты улы заттан көз жұмғаны анықталған. Бұл у айналадағы ағаштардың тұқымынан алынатыны белгілі болады. Енді ауылдағы кез келген адам күдікті саналады. Бірақ Тим ешкімді айыптағысы келмейді. Оның бұл іске аса қулықсыз қарауы тұрғындардың күдігін одан сайын күшейтеді. Дәл осы сәтте ауылға қымбат көлік келеді. Көліктен сәнді киінген әйел түсіп, өзің Джордждың адвокаты Лидия деп таныстырады. Артынша көліктен өте сұлу жас қыз шығады. Бұл көпшілік ойлағандай Джордждың сүйіктісі емес, оның қызы Ребекка еді. Лидия Тиммен кездесіп, Джордждың өсиеті оқылатын рәсімге бірнеше адамның міндетті түрде қатысу қажет екенін айтады. Олардың қатарында шіркеу қызметкері, қасапшы, қонақ үй иесі және Калеб те бар. Өсиет кешкі сағат 5-те оқылады. Мұның маңызды оқиға екенін түсінген Лили бүкіл отарды сол жерге бастап барады. Олар ешкім байқалмай сырттан бақылауға ыңғайлы орын іздейді. Сол уақытта Элиот Ребеккамен сөйлесіп, оның өмір тарихын біледі. Анасы жүкті болған кезде Джордж өте кедей әрі қорқақ болғандықтан қызынан бас тартып, оны асырап алуға берген екен. Кейін олар тек хат арқылы ғана байланысып тұрған. Біраздан кейін Тим Ребекканың ауылға қалай тез жеткенін сұрайды. Сонда қыз бірнеше күн бұрын елге келген мойындайды. Осылайша ол да басты күдіктілердің қатарына қосылады. Бірақ оның әкесін өлтіруге нақты себебі әзірге ешкімге түсініксіз еді. Ребекка көз жасын төгеді, бірақ айналасындағылар оның шынайы жылап тұрмағанын сезсе де үндемей қояды. Ал сыртта Мопол терезе іздеп жүріп сәбізді байқап қалады. Аштығына шыдамай соған ұмтылған кезде жуылмаған киімдердің арасына жасыл дақтарды пижаманы көреді. Оның түсі Джорджды өлтірген удың түсіне өте ұқсас болатын. Осы уақытта Себастьян мен Лили терезені жауып тұрған бұтаны жеп тастап, ішіндегі әңгімені тыңдай бастайды. Лидия Джордждың өлерінен 3 күн бұрын жаңа өсиет жазған жариялайды. Сол құжатта ол жиналғандардың кейбірі өзін ренжіткенін, ал кейбіріне өзі қиянат жасағанын мойындайды. Сонымен қатар олардың арасында ақымақ, жаман бақташы, қысқы қозы, жазғы қозы, құрбан және 2 қылмыскер бар екенін жазып кеткен. 2 қылмыскер туралы сөз естіген Тимнің бұрынғы болжамы күл-талқан болады. Ол тағы да өзінің ең дәрменсіз полиция қызметкері екенін дәлелдей түседі. Жиналғандар бір-бірін айыптай бастайды. Лидия өсиетті әрі қарай оқиды. Джордждың 600 гектар жер болған. Оның 300 гектары бұрын Калебке жалға берілгенімен, енді бұл жерлер оңтүстік Африкада тұратын ұлы Питерге тиесілі болады. Ал үйі қалған жерлері, бүкіл қойлары және барлық мүлкі қызы Ребеккаға қалдырылады. Сонымен бірге шетелдік есепшоттағы $30 миллион да соның иелігіне өтеді. Бұл жаңалық бәрін есеңгіретіп тастайды. Кейін Лидия бұл ақшаның қайдан келгенін түсіндіреді. Бірнеше жыл бұрын Джордж қойларда жиі кездесетін қауіпті аурудың емін ойлап тауып, оның патентін $30 миллион сатқан екен. Қылмыстың басты себебі ақша болуы мүмкін екені белгілі болған сәтте, Мопол қоршауды бұзып шығып, үлкен дүрбелең туғызады. Тим сыртқа жүгіріп шыққанда, басына матаны жапқан белгісіз қойдың өзіне қарай шауып келе жатқан көреді. Әлгі қой ішке кіріп, үйдегі жиһаздың көбін қиратып, жиналғандардың бәрін әбігерге салады. Дүрбелең кезінде Мопол кітап сөресіне соғылып кетеді. Сол сәтте Бет бұрын ұрлап қалған хат жерге құлап түседі. Тим хатты байқап қояды. Бет оны жасыруға тырысқанымен бәрі кешеді. Өсиет оқылып біткен соң Элиот
Тимге бірігіп жұмыс істеуді ұсынады. Эллиотқа мансабын өсіретін үлкен материал керек болса, Тим осы қылмысты ашса, Ребекканың сеніміне ие боламын деп үміттенеді. Оның үстіне оқиға орнын суретке түсіруді ұмытып кеткен Тим енді Эллиот түсірген фотосуреттерге ғана сүйенуге мәжбүр болады. Түнде қойлар фермаға қайтып келіп, көрген білгендердің бәрін отарға айтып береді. Біраздан кейін мазасыз күйдегі Ребекка келеді. Оның қыста туған кішкентай қошқарды еркелетіп тұрғанын көрген Лили өсиетте айтылған қысқы қозы осы болуы мүмкін деп ойлайды. Осыдан кейін қойлар Тимге көмектесудің жаңа жоспарын ойлап табады. Олар Джордж соңғы оқып жүрген детектив кітабын алып, полиция бөлімшесінің алдына қалдырып кетеді. Мақсаттары Тим сол кітапты оқып, ақыры нағыз тергеушіге айналсын деген үміт еді. Фермаға қайтып келе жатқанда Лили төбенің басында тұрған Себастьянды байқап, оның көңіл күйін сұрайды. Сол кезде Себастьян өзінің өткен өмірін айтып береді. Кезінде ол циркте өмір сүріп, иттермен аяусыз шайқасуға мәжбүр болған екен. Бір күні Джордж оны сол жерден құтқарып алған екен. Лили оның жеке жалғыз жүргенін сұрағанда, Себастьян ең үлкен құпиясын ашады. Ол өсиетте аталған қысқы қозының дәл осы екенін мойындайды. Келесі күні қойлар полиция бөлімшесіне қайта келеді. Олар Тимнің іске түгелдей беріліп кеткен көреді. Демек, Джордждың детектив кітабы өз әсерін берген еді. Енді Тим кез келген қылмыс үш нәрседен тұратынын түсінеді. Қылмысты жасау туралы себеп және мүмкіндік, құрал белгілі. Енді қалған екі бөлікті табу қажет. Ол барлық күдіктілердің тізімін жасайды. Әзірге ең күшті себеп тек Ребеккада ғана бар. Себебі ол әкесінің барлық мұрасын алған, бірақ қалған адамдардың да қылмыс жасауға мүмкіндігі болған. Алдымен олар қасапшыны тергейді. Ол кезінде Джорджбен мектепте бірге оқығанын мойындайды. Бірақ Джордждың кейін ет жемейтін адамға айналғанын ешқашан кеше алмағанын айтады. Кейін олар Бетке барады. Тим оның Ребеккаға арналған хатты неге өзінде сақтап жүргенін сұрайды. Бет мұны пошта қызметінің қателігімен түсіндіруге тырысқанымен, хатты не үшін оқығанын түсіндіре алмайды. Сондықтан Тим кейін оны қайтадан қатаңырақ тергеуге шешім қабылдайды. Келесі күдікті Калеб. Өйткені Джордждың денесін алғаш рет тапқан сол болатын. Тергеу барысында Калеб Джорджды жерді жалға беру келісімін бұзғанын, сондықтан жаңа ұсыныспен келген айтады. Соңында олар шіркеу қызметкеріне келеді. Тим Джордждың әр жексенбі сайын 2000 фунтқа жуық ақша келіп, бірақ ешқашан уақыт тыңдамай кететінін себебін сұрайды. Сонда дін қызметкері көп жыл бұрын дәл өзі Джорджға Ребекканы табуға көмектескенін мойындайды. Қызы дүниеге келгенде Джордж оны шіркеу арқылы асырап алуға берген. Құжаттар құпия сақталғандықтан оларды тек беделді адамдар ғана көре алатын болған. Ал Джордж жыл сайын беріп жүрген ақша жеке сыйлық емес, шіркеуді ұстап тұруға арналған қайырымдылық екені анықталады. Сол сәтте дін қызметкері өсиетті айтылған жаман бақташының өз екенін түсінеді. Осыдан кейін Тим тергеуге шындап кірісіп, басты күдікті ретінде Ребекканы жауапқа тартады. Тергеу барысында қыздың жалған есіммен жүргені және бұрын алаяқтықпен жалған құжат жасау ісіне қатысы болғаны анықталады. Тергеу деректеріне сәйкес, оның банктық есепшоттары арқылы қаржы пирамидасының ақшасы жасырылған. Алайда Ребекка мұның бәріне бұрынғы жігітінің кінәлі екенін айтады. Оның сөзінше, әлгі адам оның есепшоттарын өз қылмыстары үшін пайдаланған. Сол себепті ол кейін атын өзгертіп, бұрынғы өмірінен толықтай алыстауға тырысқан. Бұл оқиға 3 жылдан астам уақыт бұрын болғандықтан, қазіргі жағдайға еш қатысы жоқ екенін айтып ақталады. Кейін Тим Ребекканың улы ағаштар өсетін шіркеу маңында немесе Джордждың фермасында болмаған сұрайды. Қыз әкесінің жеріне мүлдем бармаған ант береді. Бірақ қойлар оның алдыңғы түні фермада маңда жүргенін өз көздерімен көрген еді. Дәл осы кезде қыста туған кішкентай қошқар күтпеген жерден араласады. Оның айтуынша, Ребекканың иісі дәл Джордждың иісіне ұқсайды. Сондықтан ол жаман адам болуы мүмкін емес. Оған қоса, оның қолдары үнемі жарқырап тұрады дейді. Алғашында бұл сөздің мағынасын ешкім түсінбейді, бірақ біраздан соң қойлардың бірі бұрын жасырған затын алып келеді. Үлкен тастың астында Ребекканың білезігі жатқан екен. Бұл әшекейдің сол жерде әлдеқашан жатқанын бәрі түсінеді. Демек, Ребекка полицияға өтірік айтып, фермаға ешқашан келмедім деген. Отардағы ең толық қойлардың бірі Клауд сол түні Ребекканы көргенін мойындайды. Қыз оны сипап, әдемі қой екенсің деп еркелеткен кезде білезігі жерге түсіп қалған екен. Бірақ Клауд оны әдемі зат болғандықтан өзіне қалдырғысы келіп, ешкімге айтпаған. Қойлар бұл дәлелді Тимге жеткізуге шешім қабылдайды. Мопол оның бас киімін ұрлап алып, полиция қызметкерін фермаға дейін соңынан ертіп келеді. Олар бас киімді дәл білезіктің үстіне қойып кетеді. Тим оны көтерген кезде астынан білезік шығады. Офицер қойларға ризашылығын білдіреді. Осы сәттен бастап олардың жай ғана жануар емес, ақылды көмекшілер екенін түсінеді. Тим бірден қонақ үйге барып, Ребекканың бөлмесіне тінту жүргізуге рұқсат алады. Ішінен балшық жабысқан етікпен Джордждың фермасында өсетін улы ағаштың тұқымдары табылады. Бұл Ребекканың фермаға бармағаны туралы сөзді жалған екенін дәлелдейді. Көп ұзамай қыз қамауға алынып, басты күдікті ретінде полиция бөлімшесіне жеткізіледі. Жауап алу кезінде Ребекка әкесінің өсиетін көшірмесін хат арқылы алған айтып, ол құжатта жер мен қойлар өзіне қалдырылғанымен $30 миллион туралы ештеңе жазылмаған екен. Ребекка сол түні әкесімен 20 жылдан кейін алғаш рет кездескенін мойындайды. Екеуі ұзақ уақыт қойларымен болашақ жоспарлар жайлы сөйлескен. Ол үйден кеткен кезде Джордж аман-есен болған айтып, кісі өлтіруге қатысы жоқ екенін дәлелдеуге тырысады. Бірақ Тим оған сенбейді. Ол Ребекканы камераға қамап, ертең сотта жіберілетінін хабарлайды. Іс шешілгендей көрінген соң Тим өзін нағыз полиция қызметкеріндей сезіне бастайды. Біраздан кейін адвокат Лидия келіп, тағы бір маңызды жаңалық жеткізеді. Джордждың улы Питер өзіне тиесілі жерді Калебке сатуға келісім берген. Ертең мәміле заңды түрде рәсімделеді және Тим соған куә болуы тиіс. Сол түні Лили фермаға оралып, Ребекканың қамауға алынғанын және енді Калеб олардың жаңа қожайыны болатынын айтады. Кейбір қойлар бұған қуанады. Мопол Калеб жақсы адам деп есептейді. Бірақ Лилидің көңіліне бір күмән ойлайды. Ол Джордж оқып берген барлық детективтерді еске түсіріп, бұл істе бір нәрсе дұрыс емес екенін сезеді. Сондықтан тергеуді өздері жалғастыруға шешім қабылдайды. Мопол жаңа қожайынның фермасын барып көруді ұсынады. Олар Қара өзеннен өтіп, Калебтің жеріне қарай бет алады. Біраз жүргеннен кейін жасыл шалғын жоғалып, айналаны қою тұман басады. Көп ұзамай олар мойындарына қоңырау тағылған
әбден арықтап кеткен қойларды көреді. Қойлардың жағдайы өте мүшкіл еді. Ал бұрын жуас көрінетін иттер бұл жерде аса қатыгез күзетшіге айналған. Сол қойлардың бірі Лилиге тезірек қашыңдар деп ескертеді. Олар қораға тығылып үлгереді. Сол жерде олар қорқынышты шындықты біледі. Калеб қойларды жүн үшін емес, қасапшымен бірге ет өндіретін үлкен кәсіп бастап жатқан екен. Осы сәтте иттер олардың иісін сезіп Лилиге шабуыл жасайды. Дәл шешуші сәтте Себастьян жетіп келіп иттерге қарсы жан аямай шайқасады. Ол өзгелерге қашуды бұйырады. Өзі ауыр жарақат алғанына қарамастан соңына дейін күреседі. Ақыры иттерді қуып жібергенімен Себастьянның өзі ауыр жарақаттан құлап түседі. Лили оның тынысы бәсеңдеп бара жатқан байқап, көз жасына ерік береді. Ол Себастьянның бұлтқа айналып кетуін өтінеді. Бірақ қысқы қозылардың тағдыры өзгеше болатын. Өлер алдындағы соңғы сәтінде Себастьян Джорджды көріп тұрған айтады. Осы сөзден кейін мәңгілікке көз жұмады. Қатты қайғырған Лили фермаға оралып, бас шындықты айтады. Егер ештеңе істемесе, Калеб бәрін етке айналдыратынын ескертеді. Алайда қалған қойлар қорқып кетеді. Қара өзеннен қайта өткіміз келмейді деген олар Лилидің сөзін ұмытып, бұрынғы өмірлеріне оралуды жөн көреді. Жалғыз қалған Лили көз жасына ерік береді. Ол бұл істі соңына дейін жеткізуге шамам жетпейтін шығар деп ойлайды. Дәл осы сәтте оған Джордж елестейді. Ол Лилиге өзінің ең ақылды қой екенін еске салады. Содан кейін екі қолын көрсетеді. Бір қолы күн сайын қолданған дәрден көк түске боялған, екінші қолы одан жасыл түске айналған. Осыны көрген Лили маңызды қорытындыға келеді. Егер жасыл түстің қайдан шыққанын анықтаса, онда нағыз қылмыскерді табады. Көп ұзамай ол қыста туған кішкентай қошқармен бірге Ребеккаға белгі жіберудің амалын ойлап табады. Кішкентай қошқар полиция бөлімшесінің алдына ерекше таңба салып кетеді. Келесі күні полиция көлігі бірден оқиға орнына келеді. Қойлар жерге Джордждың суретін қойып, одан көк сызықты Ребеккаға қарай бағыттайды. Сонымен бірге жасыл сызық жүргізіп, тағы бір жұмбаққа назар аудартады. Тим сол жерде қолын бояуға тигізіп алады. Бірден оның ойына жаңа болжам келеді. Дәл сол уақытта аудандық қызметкерлер Ребекканы алып кетуге келеді. Бірақ құжаттарға қол қойылар сәтте Тим барлық дәлелдерді қайта саралап, күтпеген қорытындыға келеді. Ең мықты алиби бар адам көбіне ең қауіпті күдікті болуы мүмкін еді. Ол осы уақытқа дейін оңтүстік Африкада жүр деп есептелген Питердің шын мәнінде елден кетпегенін түсінеді. Тим кенет Питердің жаңа тұлғаға айналғанын аңғарады. Питер ешкім емес, журналист Эллиот болып шыққан еді. Сол сәтте фильм өткен оқиғаларды қайта көрсетеді. Эллиоттың ауылға кездейсоқ келгендей көріну үшін бәрін алдын ала жоспарлағаны анықталады. Оның жол апаты да қолдан ұйымдастырылғаны қойылым болып шықты. Қылмыс болған түні Эллиот әкесінің үйіне барып, өзін жол апатына ұшыраған адам ретінде көрсеткен. Джордж сақтығын жоғалтқан сәтте оны улап, үстелге жаңа өсиет қойған. Сол өсиет бойынша бүкіл байлық Ребеккаға қалдырылғандай көрінгенімен, шын мәнінде бұл қызды қылмыскер етіп көрсету үшін жасалған айла еді. Егер Ребекка сот алып кетсе, барлық мұра келесі мұрагер Питердің өзіне өтетін еді. Ал бәрі оны шетелде жүр деп ойлағандықтан ешкім күмәнданбас еді. Ақырында Тим жасыл дақтың сырын ашады. Ол Джорджды байытқан дәрінің көк түсі мен Эллиот сырт келбетін өзгерту үшін пайдаланған сары бояудың араласуынан пайда болған екен. Көк пен сары қосылғанда жасыл түс шығатыны белгілі. Бұл Эллиоттың қылмысқа қатысы дәлелдейтін басты айғаққа айналады. Әшкереленген Эллиот көлікпен қашуға тырысады, бірақ қойлар оған мүмкіндік бермейді. Олар бірнеше секундтың ішінде көлігін істен шығарып қашып кетуіне жол бермейді. Нәтижесінде Эллиот әкесін өлтіргені үшін түрмеге қамалады. Ал Ребекка толықтай ақталады. Кейін Ребекка қыста туған кішкентай қошқарды байқап қалады. Ал Тим оның тұяқтарындағы бояуды көріп, қойлардың тергеуге қалай көмектескенін толық түсінеді. Ол бүкіл отарға қарап іштей алғысын білдіреді. Өйткені дәл солар болмаса, бұл қылмыс ешқашан ашылмас еді. Көп ұзамай Ребеккаға барлық кілттері қайтарылады. Сол кезде Бет бұрын ұрлап алған хатты әкеліп береді. Ол кезінде Джордж басқа елге ғашық болды деп ойлап, қызғанышпен сол хатты жасырған мойындайды. Өйткені өзі Джорджды ұзақ жылдар бойы үнсіз сүйіп келген екен. Бірақ Ребекка туралы шындықты білгеннен кейін хатты ұстап жүрудің еш мәні қалмағанын түсінеді. Бет, Джордж екеуі бір кездері бірге болуға тырысқанымен, оның жүрегі өмір бойы Ребекканың анасын ұмытпағанын айтады. Фильмнің соңында Ребекка Калебтің жерді пайдалану құқығын толықтай тоқтатады. Әкесіне қалған байлыққа ол сойылуға тиіс барлық қойларды сатып алып, оларды құтқарып шығады. Соның арқасында Калеб пен қасапшы түгелдей ақырға отырады. Ақырында Ребекка барлық жануарларға арналған үлкен қорға ашады. Енді ешбір қысқы қозы тағдырдың құрбаны болмайды. Барлық қой бір отардың мүшесі ретінде еркін өмір сүріп, қауіпсіз мекенге ие болады.